Балаларымыздың қолынан ұялы телефон түспейді деп қайта басымызды сипап таң қалып, өзіміздің қолымыздан телефон түспейтінін байқамаймыз. Жұмыста жарайды түнікті аздан кешке дейін жұмыс істеп, маңызды хабарларды күтіп, телефонды қолдан түсірмейтіні бір жағынан түсінуге болады. Ал үйге кірген кезде, ұйықтағанға дейін, ұйықтайтын алдында да таңертең тұра салып, қолымыздан телефон түспейтінін қалай түсіндіруге болады? Армысыздар, ассалаумағалейкум. Құрметті достар, құрметті тыңдарман, сіздермен бірге Бақыт лайф арнасы, қош келдіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар, достар. Лайк басуды аямаңыздар, комментарий жазудан қысылмаңыздар. Сонымен смартфон, достар. Бүгін біз өзіміз жайлы және балалар жайлы тақырыпты көтеріп жатырмыз. Сонымен алдымызда сұрақтар. Неліктен 5 жасқа толмаған балалардың экран уақыты тек 1 сағатқа шектелу керек? Өйткені мидың дамуын зерттейтін ғылымдардың айтуы бойынша, баланың миы 5 жасқа дейін өте қарқынды дамиды екен. Олардың милары губка сияқты. Барлық нәрсені сорып алатын кезі болғандықтан. Өмір бойы жалғасатын күшті байланыстарды қалыптастырады. Сондықтан баланың телефонның нені және қанша мөлшерде көретінін өте маңызды. Өйткені олар өздерін қадағалай алмайды. Мысалы, мен өзім балам кезде енді байқап қалған кезде керек нәрсені қоям. Өйткені ол үйреніп алды, шұқылай береді. Андасында бермейді емес, береміз. Бірақ қанша уақыт, қай уақыт біз қадағалауымыз керек. Мысалы, берген кезде балам енді күшіктер жайлы мультфильм көреді, соны көріп жатқан кезде, кейде экранды астындағы экранның бір бөліктерін шығарады да, басқа мультик қойып алады. Оны бір 2-3 минут көреді да, басқасын қояды. Сонымен бір қайда нәрселерді көреді кезде. Сөйте айтам, тиіспе, мынаны көр деймін. Солай, достар. Ата-ананың баламен 5 жасқа дейінгі қарым-қатынасының жемісі кейін көрінеді. Өйткені балаға телефоннан бір нәрсе үйрену қажет емес. 5 жасқа дейінгі балаға керек нәрсе ол әлеуметтік байланыс. Сөйлесу, үйрену, тыңдау, айту, ұстап көру арқылы әлемді тану тағы басқа. Себебі адаммен қарым-қатынасты үйренетін ешқандай видео немесе приложение жоқ. Қарым-қатынастың мінсіз бейнесі үйде басталу керек. Бір-бірін жақсы көретін ата-ана балаға нағыз шынайы қарым-қатынастың үлгісі болуы тиіс. Бізде қалай? Бір үйде ата-ана балалардың көзінше бір таныс секілер, бір көршілер сияқты. Кезде енді әкесі келіп ананы кішкене енді ашық емес, кішігірім құшақтап, иіскеп дегендей. Қарым-қатынасты көру керек қой, нәзіктікті көру керек. Олар үйде үйренген дұрыс, даладан көрі. Далада не үйренеді дейсіз бүгін балалар? Егер бала телефонға тәуелді болса, яғни бала шамадан тыс көп уақыттан экран алдында өткісе, ата-аналар былай ойлайды. Менің балам экранға тәуелді. Бұл үлкен мәселе. Шын мәнінде керісінше, балада қандай да бір мәселе болғандықтан олар телефонға тәуелдене бастайды. Ол мәселе көбінесе баланың ата-анасымен қарым-қатынасы әлсірегендіктен. Немесе ата-анасы үнемі жұмыста болып, балаға уақыт таппағандықтан. Ата-анасымен эмоционалды байланыс болмағандықтан. Ата-анасы баланың өміріне немесе қызығушылықтарымен жұмысы болмағандықтан болуы мүмкін. Сонда бала экранмен байланыста болады. Олар экран уақытын көріп отырғанда оларда дофамин деген гормон бөлінеді. Яғни оларға сол жер жақсы, стресс азайтатын күш келеді. Сондықтан олар телефонда отыра бергісі келеді, достар. Мінекей, баламен ойнау керек қой, дост. Сонымен не істеуге болады тағы? Балаларыңызға қалай көмектесеміз? Ең алдымен балаңызға өзіңіз үлгі болыңыз. Мінекей, достар, үлгі. Егер де өзіңіз жиі экран алдында болсаңыз, балада не күтуге болады? Егер де сіз үйде боқ сөз айтсаңыз, балада не күтуге болады? Ертең үйде болмаса да сыртта барымен боқ сөз сөйлейді ол. Үйде шылым тартсаңыз, болмаса балаңыз шылым тартқаныңызды көрсе, сіздің көзіңізше шылым тартпаса да далада не істейді дейсіз? Әрине, шылым тартады. Егер сіз балаңыздың көзінше әрқашан телефонда отыратын болсаңыз, бұл балаңызға міндетті түрде әсер етеді, достар. Біздің отбасымызда тамақ жейтін кезде мүлдем телефон қолданбаймыз. Ескертеміз, болмайды деп. Бірге отырып әңгімелесуіміз керек. Күн қалай өтті? Қандай жоспар бар? Не ұнайды дегендей. Сіздің балаңыз немен айналысқанын жақсы көретінін білесіз ба? Болашақта кім болғысы келеді дегендей. Ондай сұрақтарға бүгін аса қызықпайды. Тұсаукесерде рәсім түрде мамандықты көрінетті рәсім ретінде. Бар ғой енді сондай. Ақша қайшы тағы бір нәрселер қояды да, бала қайсын таңдайды, сонда енді мамандық таңдайды дегендей.
Сондықтан өзіңіз қаншалықты үлгі болып жатқаныңызды тексеріңіз достар. Екінші, өзіңіздің ата-аналық беделіңізді қолдаңыз. Сіз шешім қабылдайсыз. Әдетте баланың жүрегі ата-анаға қарай бұрылған. Балаңыз сізден көп нәрсе жауап алғысы келеді. Олар бізге тәуелді болып, біздің соңымыздан еруге ұмтылады. Мен әдетте кезде дүкенге барғанның өзінде де, әке сенмен барам деп артынан қалмайды балам. Қызым да солай. Сондықтан балаңыздың экраннан не көретінін және қанша көретінін сіз шешесіз. Ертең мәселе болса, бала кінәлі емес, сіз өзіңіз кінәлісіз. Ол мәселе емес. Ол енді үлкен қиындық. Экран уақытына шектеу қою сіздің жауапкерлігіңіз. Бүгін неше түрлі приложениялар бар. Ата-ананың жаңағындай баланың ұялы телефонын қарап отыратын, уақытты шектейтін. Арнайы уақыт қойып қояды, болды. Одан басқа ештеңе істей алмай қалады. Жай ғана құрал болып қалады. Не кіре алмайды, не шыға алмайды дегендей. Үшінші, достар, балаңызбен күнделікті қарым-қатынас құру өте маңызды. Бүгін неше түрлі ойындар бар. Далаға шықпасаңыз да жарайды енді. Үйде бір қарапайым карточный ойындар бар. Настольный ойын дейді ғой бүгін. Столдың үстінде ойнайтын ойындар. Қызық. Балаларыңыз басқалармен ойнайды. Егер сіз ойнасаңыз, сізбен де ойнайды. Бала оны қалайды, бірақ сізден қорыққаннан ол ештеңе демейді ол жайлы. Олармен қарым-қатынастың жақсартқан кезде балалар бізге сенім артады. Бізді тыңдағысы келеді. Біздің ойымызды құрметтейтін болады. Өйткені балаларыңыздың ең басты қажеттілігі планшетті ойындар емес. Керісінше сіздің оның қасында табылуыңыз, сіздің қамқорлығыңыз, шартсыз сүйіспеншілік көрсетуіңіз, қабылдауыңыз бен қолдау көрсетуіңіз. Егер сіз балаңызды қорқынышпен тәрбиелеп жатқан болсаңыз, үй жұмысын істемесең телефон көрмейсің деген сияқты. Онда сол қорқынышты сөйлеу, байланыс құру арқылы сүйіспеншілікке айналдыруыңыз керек. Өйткені қорқыныш уақытша шектеу қояды. Бірақ сүйіспеншілік іштей жүрегін өзгертеді. Балаңыздың өскен сайын күші көбейеді және экранда көбірек уақыт өткізе бастайды. Планшетті күштеп алып қойып аласыз. Бірақ одан мәселе шешілмейді, достар. Және ұшыға түспек. Сонымен қатар, балаңызбен күнделікті физикалық контакт жасауыңыз керек. Яғни, оларды құшақтау, сүю, бірге уақыт өткізу, эмоцияларын қабылдап, соның қауіпсіз шығаруға көмектесу. Олармен эмоционалды байланыста да жақсартыңыз. Бізбен байланыс үзілгендіктен олар телефонға тәуелденіп кетеді. Мысалы, біз жақын арада көштік, бір апта бойы енді біздің уақытымыз жиналып, көшуге, кейін заттарды реттелуге уақыт кетті. Балалар оған кінәлі емес. Бірақ олар өзін демалыс күндерін каникул кездеді дұрыс өткізе алмады. Сондықтан біз көш болған соң кішкене болса реттегеннен кейін, тұруға болатын жағдайға жеткеннен кейін, біз балаларды алып, арнайы балалар ойнайтын жерге апарып, пиццасын әперіп, ойнатып, кішкене күштерін шығарып келдік. Олар жүгіріп ары-бері риза болып қайтты. Төртіншіден, достар, экран уақытын ұйымдастыруыңыз керек. Күніне неше рет көруге болады. Қандай контент көргенін қалайсыз? Жарнама шыға бермейтін приложение жүктеп беріңіз. Қандай YouTube Kids деген шектеу қойыңыз. Егер 20 минут көру болатын болса, 5 минут қалғанда оларға айтып ескеріңіз. Осындай ескерту баланың телефонды өшіруіне психологиялық тұрғыда дайындайды. Балаңыз кішкене одан 5 жастан үлкенірек болса, күнтізбе істеп қойыңыз. Холодильникке магнитпен жабыстырып қойыңыз. Нақты енді баланы кішкене болашақта жоспарлауға көмектеседі, өзінің күн тәрбиесін тәрбиелеуге көмектеседі. Азында тұрады, тісін жуады, ананы істейді, мынаны істейді, сабағына барады, сабақтан кейін осындай нәрселер істеу керек деген күнделікті оның міндеттемелерін бөліп қою керек. Ал осындай уақытта телефон ол біледі, ананы істеймін, мынаны істеймін, арасында телефон көруге уақытым бар деп. Сол кезде ол ары қарай өзін жоспарлағанға енді сондай дарынды болады. Телефонды өшірген соң олардың истерикасында дайын болыңыз, енді айқай-шуына, жылауына. Ол енді әдетте солай болады енді, кішкентай бала болған соң. Балаңыздың күшін эмоциядан қорықпаңыз. Балаңыздың сізбен келіспеуіне еркі бар. Сіз балаңыздың қатты тағда көргісі келгенін түсініңіз, бірақ қайтадан қойып бермеңіз. Көп жағдайда ата-ана баласының жылағанын тоқтағысы келіп, оған кәмпит бермеймін, шоколад бермеймін деп алдастыра бастайды. Ешқашан олай жасамаңыз. Балаңыздың жылағаны өзіне пайдалы. Неге дейсіз? Оның денесінде жиналған жаңағы фрустрация немесе стресс сол жылау арқылы шығу керек. Қасында болыңыз. Тағы да көргісі келетін қайталап айтып, оның эмоциясын қабылдаңыз. Барадан соң балаңыз дым болмағандай ойнап кететін болады. Ата-ананың экранға қатысты нақты ережесі болмағандықтан балаларға қиын болады. Өйткені ата-ана кейде
көр дейді, кейде алып қояды, кейде кешке көруге болмайды дейді. Ал басқа күні бала кешке көрсе еш нәрсе демейді. Сондықтан бала экран уақытын қай кезде күтетінін білмейді. Нақты бекітілген ереженің болмауы баланың экран уақытының кейінгі истерикасын одан сайын көбейеді. Баладан күтетін нәрсені өзіңізден де күтіңіз, достар. Үйге келген кезде біз бір уақыттары сондай тәжірибе қолдандық. Кіреберісте бір картинка қойып қойдық. Соған кірген кезде өзіміз ұялы телефондарымызды қойып қойдық. Сондай эксперимент болды. Расында да енді қатты жұмыс істеді, істемеді деп айта алмаймын. Өйткені біз енді жанұя тобында тұрамыз. Сонда біз жанұялар жиналған кезде арнайы семинарлар естиміз. Жанұяларда қарым-қатынас қалай болу керек екенін, балаларды қалай тәрбиелеу керек екенін. Сол кезде осындай тәжірибе бізге ұсынылды. Соның жанұялардың бірі біз болдық. Соны біз негізі әдетте біз солай бізде уақыты жоқ ұялы телефонда қолға ұстайтын. Біз келеміз, мен әйеліме көмектесемін, кей кезде үй жинастырамын, әйелім тамақ істейді, бірге кешкі ас ішеміз. Кешкі астан кейін әйелім ертеңгі күнге сабағына дайындалады, жұмысына, баланың сабағын оқытады. Мен ыдыс-аяқ жууға көмектесемін, киімдерімізді дайындаймыз келесі күнге. Сол осындай тәртіп үйде күннен күнге. Сөйтіп ұялы телефон қолға ұстауға уақыт жоқ бізде кейде. Уақытқа қараған болмасақ. Солай, достар, өзіміздің уақытымызды қалай өткіземіз? Жарай жұмыста. Ал кешке біз жанұямызға уақыт бөлеміз, бөлмейміз. Сонымен экран уақытын ұйымдастырудың қандай нұсқаулары бар? Менің отбасында біздің балалар бір күн көреді. Келесі күн ешқандай экран уақыт жоқ. Сол көретін күн олар күніне 2 рет 20 минуттан көреді. Оның бірінші уақыты телефондағы ойын, екінші уақыт мультфильм көру. Кейбір менің таныстарым балаларында мүлдем экран уақыт жоқ. Тіпті телевизор қоспайды. Басқа таныстарында балалар тек жексенбі күнін көретін қолып қойған. Мынандай нұсқауларды қолдансаңыздар болады, достар. Айына тек 1 рет күн көру, демалыс күндері кезекте күтіп тұрғанда ғана көру, аптасына 1 күн бүкіл отбасы телефон қолданбай тағы басқа. Енді бұл мысал ретінде сіздерге. Өзіңіздеріңіз кішкене ойланып, күйеуіңізбен болмаса әйеліңізбен ақылдасып, өздеріңіздің нұсқауларыңызды жасасаңыз болады. Немесе мынандай нақты ережелер қойсаңыз болады. Транспортта, мектепте, қауымда, жатар алдында 1 сағат қалғанда мультфильм көруге рұқсат жоқ. Қалғаның өзіңіздің ыңғайсыңызға қарап ереже шығара бересіз. Ең дұрысы, бала телефонды өшірген кезде онымен байланысқа түсіңіз. Далаға немесе паркке барыңыз. Іштері пысудан қорықпаңыз. Олардың іші пысқан кезде нағыз шығармашылық қабілеттері дамиды, достар. Ең бастысы, балалар гаджетте отырған кезде өте маңызды даму кезеңдерін өткізіп алу мүмкін. Ал сіз болсаңыз, балаңызға пайдалы нәрселерді үйрететін мүмкіндіктерді жіберіп аласыз. Жалпы баламен қарым-қатынасты жақсарту, оның жүрегіне үңілу, оның экран уақыты барлығы бір-бірімен байланысты. Яғни бұл баланың өмірі. Егер біз ата-ана ретінде осы байланысты қолға алмасақ, балаларымыз уақытын тым көп экран алдында өткізетін болса, оларға Құдайдың ізгі жолын қашан үйретпекпіз? Егер біз қорқынышпен тәрбиелесек, мәжбүрлесек, олар бізді қалай тыңдайды? Шамадан тыс экран салдарынан олардың көңілін қалай рухани құндылықтарға аудармақпыз? Керісінше, балаңызбен қарым-қатынаста болып, олармен балалық шақтың бақытты сәттерін жасай аласыз. Балаңыз әлі үйде кезінде, сіз олардың экран уақытына шектеу қойып, өзгеріс жасай аласыз, достар. Балаларыңыз демарты өсіп кетеді. Уақыт барда оларға уақыт бөліңіз, олармен қарым-қатынасты түзетіңіз, кейін олар сізге рахмет айтады, өзіңізде риза боласыз. Құдай сіздерге бұл жағдайда батасын берсін, ақыл-ой берсін, көмек берсін. Бәрі жақсы болады деп үміттенеміз. Бізбен болғандарыңызға рахмет, достар. Алла жар болсын. Келесі жолға дейін сау болыңыздар.